Сәлеметсіздер ме қыздар, сіздермен бірге Шебер Гүлназ. Егер де менің YouTube каналыма бірінші рет келіп тұрған болсаңыздар, онда міндетті түрде подписка жасап, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Себебі сіздер үшін өте пайдалы видеолар салатын боламын. Ал бүгінгі видео сабағымызда біз мынандай әдемі мюли тәпішкесін тоқитын боламыз. Қараңыздар, бас жағы үшкір келген, аяққа өте ыңғайлы, әдемі тәпішке. Үйде осындай тәпішке киіп жүрсеңіздер, өздеріңізде мәз болып жүресіздер. Двойной подошва және двойной подошваны қалай біріктіреді, екі жағынан да мынандай әдемі обвязка жасауды, киіз жасауды, осының барлығын осы видео сабақта үйренетін боласыздар, қыздар. Ал дайын болсаңыздар, кеттік. Тапочкамызды тоқу үшін бізге керекті заттар, бұл біздің трикотаж жібіміз, 2 моток керек болады. Сонымен қатар қайшы, маркер, ине және менде 5-6 номерлі 2 крючок. 5 және 6 номерлі крючоктар керек болады. Ал енді тоқуды бастаймыз. Ол үшін мен жіпті кішкене созып алам. Былайынан ұстап, кішкене ғана бітіп созып алсаңыздар болады. Жіпті. Себебі тәпішке тоқығанға бізде қатты қалың болудың керегі жоқ. Сондықтан осылай кішкене созып алам. 6 номерлі крючокпен тоқимын. 6 номерлі крючокпен тоқимыз. Қараңыздар, қыздар. Алдымен бізге тоқу үшін бұл өте оңай. Тапочкамыз өте оңай тоқылады. Бір тоқығаннан бірден шығады. Егер менімен бірге видеоға қарап тоқитын болсаңыздар. Воздушный петля. 4 воздушный петля аламыз. 1, 2, 3, 4. 4 воздушный петлямызды алдық. Бірінші емес, одан кейінгі екінші тұрған петлямызға біз былайынан столбик без накида тоқимыз. 1, одан кейінгі тұрғанға 2, және ең соңғы тұрған немесе біздің ең бірінші тоқыған неміз бар ғой, петлямыз бар ғой, соған қазір міне 1 тоқимыз, бір столбик без накида. Сосын бұрыламыз да тағы да екіншісін тоқимыз тура осы жерге. 2 и үшіншісін тоқимыз. Мына жіпті мен арасынан бірге тоқып кетем. Кейін оны артынан жасырып жүрмес үшін бірге тоқып кетсеңіздер болады. Ең бірінші тоқылған петлямызға біз 3 столбик без накида тоқтық. Сосын тартсаңыздар, мына жердегі тесік болып тұрған жер жабылып қалады, қыздар. Енді міне екінші тұрған петлямызға столбик без накида тоқимыз. 1, одан кейінгісіне 2, және міне ең соңғы тұрғанға 3 тоқимыз. Үшіншісін тоқимыз. 3 емес, үшіншісін тоқимыз, қыздар. 3 столбик без накида тоқыдық міне. Қараңыздар, міне өкше жағы домаланып шықты бізде. Воздушный петля аламыз, сосын бұрамыз. Осы жерде біз енді осы қатарда, 3-ші қатарымыз ғой, бұл біздің 3-ші қатар болып есептеледі. Бірінші қатар тоқыдық, екінші қатар тоқыдық, енді 3-ші қатар. 3-ші қатарда 5 столбик без накида тоқылады. 1, 2, 3, 4, және 5-шісі мына ең соңғы тұрған
міне ең соңғы тұрған біздің петлямызға тоқылады. Осы 5-шісі. Столбик без накида тоқимыз. Енді қайтадан бұрамыз. Енді тура осы 5-еуді еш өзгеріссіз тоқи береміз. Қазір осы бір қатар тоқылайын, сосын қаншалықты ұзын тоқу керек, қандай формуламен есептеу керек, соны айтатын боламын. Тоқыдық. Бұл жеріліп қалса ештен кетпейді, үтіктеген кезде әдемілеп ашылады. Енді осы ұзындықты бізге қараңыздар. Ол үшін мен қазір лентамды алайын. Мен мына тапочканы 39-шы размерге тоқитын боламын. Табанның ұзындығы, мен қазір размермен емес, сіздерге табанның ұзындығымен айтам. Табанның ұзындығы менде 24 см болды. Осы 24 сантиметрден 2 сантиметрді алып тастайым. Себебі бұл 2 сантиметрді бізге жан-жағын айналдырып тоқыған кезде, осы 2 сантиметр өзі қосылады жоғары жағынан, төмен жағынан айналдырып тоқыған кезде. Мен 22 сантиметр тоқу керекпін. Демек. Тура осы тоқылғанды, 22 сантиметр, общий 24 болды. 24-тен 2 сантиметрді алып тастадым. 22-ні 2-ге бөлсем, 11 сантиметр. Демек, менде осы жіңішке жерінің ұзындығы қазір былайынан 11 сантиметр болғанша мен тоқимын. Сосын прибавка жасап арқарай тоқитын болам. Сіздерде тура солайынан табанның ұзындығын өлшеп аласыздар. 2 сантиметрді алып тастап, оны 2-ге бөлесіздер. Сол кездегі шыққан ұзындықты, осылай бірінші ұзындығын осылай тоқып аласыздар. Осы жіңішке күйінде 5 столбик без накида. Қатарда 5 столбик без накида тоқылған, осылай оңға солға тоқып шығасыздар. Пока сіздерге керекті ұзындық шыққанға дейін тоқимыз. Тоқыдым, 10 қатар тоқыдым. 10 қатар тоқыған кезде менде ұзындығы 11 сантиметр шығып тұр. 10 қатар тоқыған кезде. Енді прибавка жасаймыз. Воздушный петля аламыз. Былай бұрамызда. Бірінші және ең соңғы петляларымызға прибавка жасаймыз. Біреу. Екеу. Енді. Бір столбик без накида. Столбик и 3 столбик без накида тоқимыз. Сосын ең соңғыға қайтадан прибавка жасаймыз. Сонда бізде бұл қатарда 7 столбик без накида тоқылды барлығы. Прибавка жасадық. Басында және соңында прибавка жасадық. Воздушный петлямен көтереміз. Енді тура осы 7 қатарда 7 столбик без накида тоқимыз, еш өзгеріссіз, пока прибавка жасамаймыз бұл қатарда. Тура осылайынан 7 столбик без накида тоқып шығамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау и жетіншісі. Бұрамыз. Енді ортасында, тура ортасында прибавка жасаймыз. Ол үшін үшеу тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу тоқимыз. Сосын тура ортасында прибавка жасаймыз. Біреу, осы жерге қайтадан екіншісін тоқимыз. Сосын арқарай 3 столбик без накида тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу.
Сонда бұл қатарда бізде 8 столбик без накида тоқылды. Қараңыздар, мына жерде біз уже үшеу прибавкамен 1, 2, 3 қатар тоқыдық. 7, 7, мына жерде 8. Біз мына жақта 10 қатар тоқыдым. Енді мына жерде мен 9 қатар тоқу керекпін. 9 қатардың 3 қатарын тоқып қойдым. Демек 6 қатар тоқимын. 6 қатар еш өзгеріссіз тура осылайынан 8 столбик без накида тоқимыз. Сіздер өздеріңіздің есептеулеріңізге қарай тоқисыздар. Мысалға сіздер төмен жағын 11 қатар тоқыған болсаңыздар, демек жоғар жағын 10 қатар тоқисыздар. Мына прибавка жасаған жерден бастап санағанда, мына жақтан жоғары қарай 10 қатар тоқып тастамайсыздар. Мына прибавка жасаған жерден бастап санайсыздар. 1, 2, 3 тоқыдыңыздар. Демек алдыда 7 тоқу керексіздер деген сияқты. 3-ін алып тастап, қалғанын тоқисыздар. Мен 3 тоқып қойдым, енді 6 қатар тоқимын. Сол кезде 3-ге 6-ны қосқанда 9 қатар тоқылады. Тоқып болдым. Барлығы 9 қатар тоқыдым. Прибавка жасағаннан бастап, алғашқы прибавка жасағаннан бастап, соңғы қатарға дейін 9 қатар тоқыдым. Енді убавка жасап бастаймыз. Воздушный петлямызды алғаннан кейін кері бұрамыз. Убавканы алдымен тура ортасынан жасаймыз. 3 столбик без накида тоқимыз. Тура ортасында екеуін убавка жасаймыз. 1, 2, 3, төртіншісін, қараңыздар, бесіншісін былай бірге аласыздар, крючокта 3 жұп, и осы 3 жұпты бірге тоқисыздар. Біздің убавкамыз жасалды. Сосын ары қарай 3 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3. Воздушный петля аламыз, бұрамыз да, басында және аяғында убавка жасаймыз. Біріншіні былайынан және екіншісін убавка жасадық, бірге тоқимыз. Одан кейін 3 столбик без накида тоқимыз. 1, 2 и 3. 3 столбик без накида тоқсақ, соңғы екеуін, төртіншісі, бесіншісі бірге тоқимыз. Убавка жасадық. Петля подъема бұрамыз. 1 столбик без накида тоқимыз. Сосын 1 столбик без накида тоқыдық. Сосын убавка жасаймыз. 1 и 2. Екеу. Енді бұрамызда қайтадан убавка жасаймыз. Қазір енді полный убавка жасаймыз барлығын. Екеуін убавка жасадық. Одан кейінгі тұрған екеуін убавка жасаймыз. Воздушный петлямен көтереміз. Бұлай айналдырамыз да қайтадан. Мынаны, сосын екінші тұрғанды. Болды. Біз полный убавка жасадық. Міне басы үшкірленген подошвамыз дайын болды. Қараңыздар, біз жаңа мына жерде 1 столбик без накида, сосын прибавка жасадық. Бұл бізде, былайынан қараған кезде сол аяқтікі. Оң аяқтікін тоқыған кезде, мына жерде жоғары жағында бірден дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. 2 столбик без накида, убавка, 1 столбик без накида тоқимыз. Біз мына сол аяқты тоқыған кезде жаңа 1 столбик без накида тоқыдық та, сосын міне екеуін убавка жасап, одан кейін 2 столбик без накида тоқыған болатынбыз. Бұл сол аяқтікі. Осы жерінде ғана разница бар. Енді келесі оң аяқтың подошвасын тоқитын кезде, осы жерінде 2 столбик без накида, одан кейін убавка 1 столбик без накида ғана тоқисыздар. Осы жерінде ғана разница бар, қалған жерлері бірдей тоқылады. Оң аяқтікі де, сол аяқтікі де бірдей тоқылады. Тек қана осы ең жоғары жағындағы убавкасын ғана осылайынан тоқисыздар. Яғни біз мына жерде жаңа 1 столбик без накида тоқып убавка жасасақ, келесі оң аяқты тоққан кезде 2 столбик без накида тоқимыз да, одан кейін убавка, потом барып 1 столбик без накида тоқимыз, қыздар. Енді жан жағын айналдырып тоқып шығамыз.
былай әрбір қатардың өзінде жаңағы мындай тесік орны бар, иә. Соған әрқайсысына бір столбик без накида тоқисыздар. Тастап ұмытып кетпеңіздер. Әрқайсысына бір столбик без накидадан тоқимыз. Осылай жан-жағына айналдырып тоқып шығамыз. Осылай толық айналдырып тоқып келеміз. Қараңыздар қыздар, мен бір подошваны тоққаннан кейін жібін қиып алып тастайсыздар да, бүйтіп арт жағына қарай жасырып қоясыздар. Ал екінші подошваны тоққаннан кейін жіпті қимайсыздар, жіп сол күйінде қалады осы подошвада. Енді бізге екінші крючогымызда көмекке келеді. Екеуін бір-біріне теріс бетімен былайынан беттестіресіздер, теріс жақтармен. Мына жерде мен былайынан тоқып келдік. Иә? Тоқып келдік. Енді ең бірінші біздің осындай жаңағы айналдырып тоқып бастаған жерімізден ең біріншісінен астынан алып шығамыз былайынан. Сосын осыны бүйтіп мына жіптің астынан бірден шығарып алып кетеміз. Сосын мына екеуін бүйтіп қосасыздар. Тура төбесінің түйіскен жерінен қараңыздар. Бүйтіп крючокпен жіптеріңізді шығарып қоясыздар. Қазір қараңыздар. Екі жағынан да бірдей тоқып отыратын боламыз. Сол кезде екі жағынан да өте әдемі жаңағы біздің соединительный петляларымыз шығады екі жағынан да. Екі петляның астынан бірге аламыз, былай шығарамыз. Одан кейін екінші жағынан келесі тұрған петляның астынан аласыздар. Шығарамыз. Осыны мына жақтан шығарамыз. Сосын мына жағынан. Осылай. Екінші жағынан да өстіп. Тұрғандарыңызда екі жағынан да әдемі біздің соединительный петляларымыз шығып жатыр. Сосын мына жағынан да екінші бетінен шығарамыз. Мына бетінен де. Мына жағынан. Сонда біз екі жағынан да, подошвамыздың екі жағынан да жаңағы соединительный петлямен бүйтіп тоқып шығып жатырмыз, көріп тұрғандарыңыздай. Так, сосын екінші жағында кіргізесіздер. Соединительный петлямызды алып шығамыз. Осылай толық айналдырып тоқып шығамыз.
осылай асықпай толық айналдырып тоқып шығасыздар. Сол кезде екі жағында да өте әдемі мынандай соединительный петляларымыз бүйтіп біріктіріп тұрады. Жанынан қарасаңыздар да подошваларыңыз бір 4 қабатты сияқты болып тұрады. Өте әдемі. Біріктіріп тоқып алдық. Енді жібімізді кішкене ұзындау қиып аламыз. Сосын қараңыздар, мына жерден былай жібімізді алып шығамыз, тоқып жатқан жібімізді. Сосын бірден мынадан алып шығамыз. Енді жоғары жақта тұрған петлямыздан видеоның астынан бірге өткіземіз. Жаңа петляның имитациясын жасаймыз осы жерде. Сосын тура неміздің жібіміздің шыққан жерінен мен крючокты қайтадан шығардық та осы жақта былай жіпті ішке қарай алып кіреміз. Сонда бізде мына жерде жаңа петляның имитациясы пайда болды. Енді сырт жағын. Бұны да мына жерден қазір жібімізді алып шығамыз. Петляның астынан өткіземіз бүйтіп. Ой. Былай екі петля. Алып енді осы жерге қайтадан алып кіру керекпіз. Полный нелердің барлығынан бүйтіп өткізесіздер, полный табандардың бүйтіп алып берік жаққа алып шығамыз. Жөндеп қойсаңыздар болады. Тартып бірдегі әдемілеп. Сосын мына жібін инемізбен немесе крючокпен қазір іш жағына жастырып қоямыз. Қоямыз болды. Енді тоқуды бастаймыз. Бұл менде сол аяғы, сол жақ аяғы. Қараңыздар міне. Маркерларыңызды аласта белгілеп қою керекпіз, яғни біз міне былайнан бұл бүйтіп қарап тұрсаңыздар, көп жабық тұрған сияқты, бірақ бұл жарты жері бізде қазір былайнан бүйтіп көтерілген кезде, яғни тоқу барысында көресіздер. Біз примерно бір осындай жерден аламыз. Өздеріңізге мысалы қаншалықты примерно жабық болған қалайсыздар. Бұл негізі тапочканың бас жағы кәдімгідей жабық тұрады. Мына жерден аламыз. Маркерім. И осыған тура қарама-қарсы беттегі петлядан аламыз. Так, мен санап көрейін қанша болған ема? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Бізде бұл жерде жұп сан болу керек. Так, 37 болып тұр менде. Бірақ егерде мен мысалы мынаны қараңыздар, қазір жұп сан болу үшін былай қарай жылжытатын болсам, онда прям көрініп тұр, Сондықтан да мен міне осылайдан тақсам болса да осылай тоқи берем, жоғары жағынан убавка жасай салам. Сол кезде менде жұп сан болып тұратын болады. Осылай. Так, енді ары қарай тоқуды бастаймыз. Керегелерін тоқып бастаймыз. Маркерді аламын. Тура осы жерге крючогымды кіргізіп,
жұмыс жібін былай алып шығамыз. Жұмыс жібін алып шықтық. Сосын мына жіпті бүйтіп ішке қарай бірден ұшын арасынан бірге тоқып кетіңіздер қосып. Сосын екінші, қараңыздар, біз мына төбедегі жаңа бүйтіп айналдырып тоқып шықтық қой соединительный петлямен. Осылардың астынан тоқитын боламыз. Міне, әрбір осындайдың астынан тоқитын боламыз. Сосын мына жерден шығамыз. Крючокта екі жіп, осы екі жіпті бірге тоқимыз. Осылай келесі маркерға дейін, мына маркерімізға дейін айналдырып столбик без накида. Қараңыздар. Әрбір мына соединительный петлямен жаңа тоқыған, осы жоғарғы екі петлялардан бүйтіп осылардың астынан алып тоқимыз. Столбик без накида тоқимыз. Прибавка, убавка ештеңе жасамайсыздар қазір. Осылай. Екі петляның астынан алып, столбик без накида тоқып шығамыз. Осылай толық айналдырып тоқисыздар, қыздар. Тоқыдық. Енді былай бұрамыз. Петля подъема жасамаймыз, қыздар. Петля подъема жасамайсыздар. Бірден екінші тұрғанға, біріншіге емес, екінші тұрғанға тоқып кетеміз. Столбик без накида. Бізде мына жер төрт бұрышты емес, кішкене плавно біркеуін тоқып тастайын. Яғни бірінші емес, екіншіден бастап тоқып кетесіздер. Және воздушный петлямен көтермедік. Көрдіңіздер, сол кезде мына жер бізде былайнан плавно көтерілу үшін осылай жасайтын боламыз. Бүйтіп тоққан кезде, егерде сіздер жағында петля подъема жасап не қылсаңыздар, мына жер прям былайнан бүйтіп төрт бұрышты болып қалады да, бізге ол керек емес. Бізге осылайнан дөңгеленіп кеткені керек. Осылай енді соңғы, мына жерде соңғы екеуі қалғанға дейін айналдырып тоже столбик без накида тоқимыз. Егерде тоққан кезде тәпішкелеріңіз тесік болып қалса, демек сіздер қатты тартып тоқып тастадыңыздар деген сөз. Қатты тартпаңыздар тоқыған кезде. Сонымен қатар мына табаны қатты бұратылып қалса, үтіктеңіздер. Үтіктеуді айтуды ұмытып кеттім. Мен өзім үтіктеген жоқпын, себебі табаным түп-түзу шықты. Сондықтан да үтіктеген жоқпын. Егерде табандарыңыз жиырылып майысып қалған болса, онда міндетті түрде үтіктеп жіберіңіздер. Менде жаңа айттым, менде 37 болған. Общий мен сол жерде жұпсан болу үшін жоғар жағынан убавка жасаймын деген. Бірінші қатарда жасаған жоқпын, демек екінші қатарда мен қазір үш жағынан біреуін, сосын екіншісін убавка жасаймын осы жерден. Сол кезде менде жұпсан болады. Тоқып жатқаным жұпсан болады. Егерде менікі сияқты тақсан алып қойған болсаңыздар, мысалға 37, 39, мысалға тағы 35 деген сияқты, онда осылайнан екінші қатарда ең үш жағынан, үшкір үш жағынан убавка жасап жіберіңіздер. Ештеңе етпейді. Осылай айналдырып тоқып келеміз. Так, міне тоқып келіп қалдық. Енді қараңыздар, бізде предпоследний соңғы, яғни аяқ жақтағылар қалды, Енді осы жерде біз қазір жібімізді кішкене ұзынырақ қиып аламыз. Осылайнан, сосын жіпті шығарып аламыз. Және
Біз міне мынаған тоқыдық қой. Иә, ең соңғысынан тоқыдық. Ең соңғы болғанда міне қараңыздар. Мынау бізде ең басында тоқыған біріншіміз еді, иә. Одан кейін міне екеу тұр. Соң алдындасын тоққаннан кейін барып, біз мынаны былайынан бүйтіп жатқызып қазір қосатын боламыз. Так. Тұра тұрыңыздар. Тоқимыз. Соңғы екеу қалған кезде соған дейін тоқып келесіздер, яғни біреу, екеу қалғанға дейін. Сосын жіпті осылай шығарып аласыздар и петляның имитациясын жасаймыз. Ең соңғы неден аламыз, міне былайынан. Сосын мынаның перемычкадан қосып өткізіңіздер и мына петлядан. Осылай қостық. Түсінікті болды ғой, иә? Тоқып, ең соңғы міне біреу, сосын ең соңғы екеу. Соңғы екеу қалған кезде соған дейін тоқыдық та. Сосын мынандай петляның имитациясын жасадық. Мынаны қазір іш жағына қарай өткізіп, мына жаққа жасырып тастаймыз. Енді осыны тоқып болсақ, жоғар жағын тоқуға кірісеміз қыздар. Жоғар жағын тоқитын боламыз. Жоғар жағын тоқымас бұрын алдымен кист жасап алайық. Яғни менің аяқ тапочкамның бас жағында кист бар. Ол үшін бізге жібімізді қазір көрсетемін. Мынандай кист жасайтын боламыз. Негізі мына жерге мынандай колечко қойсаңыздар да болады. Менде колечко жоқ. Сондықтан да мынандай жіппен жасай салдым. Осылай жасауларыңызға да болады. Ол үшін бізге ұзындығы 15-16 см болатындай 13 осындай жолақ керек. Біреусі 13-ші ұзынырақ болсын. Мына жері, яғни осы бізге тапочканың жоғар жағына байланатын болады. Сондықтан да ол кішкене ұзындау болсын. Қалғандарын 15-16 см қиып алсаңыздар болады. 12 штук. Так, төртеуі бір кистқа кетеді. Сосын біреу, екеу, төртеуі екіншісіне. Мына екеуі белін байлағанға. И екеуі жоғар жағынан байлағанға. Ұзынырақта аласыздар. Былайынан қойып аламыз. Сосын оған былай біреуін тура ортасынан, сосын екіншісін тоже тура ортасынан өстіп қоясыздар. Так, тура ортаға түсті ма өзі? Сосын осыны байлайсыздар. Әдемілеп байлап алдық. Мына жақта бір кист, мына екінші жағында екіншісі тұратын. Осылай. Так, енді мынаны былай қойып алам. Осыған төртеуін бітіп, так, өстіп шалқасынан қоям. Біреу, екеу, тура ортасымен қоясыздар. Үшеу и төртіншісі. Мынаны байлаймыз. Байладық. Былайдан жөндеп аласыздар да енді. Осыны қараңыздар, чтоб оң бетінде міне былайдан әдемі болып тұратындай қылып
байлаймыз. Байланған жағы арт жағында тұратындай болсын. Шетіне немесе тура алды жағына тұрып қалмасын. Осылай бірлет әдемілеп байлап аласыздар. Сосын жөндеп алыңыздар. Сосын жөндеп алғаннан кейін барып, екінші рет қатты тартып әдемілеп тағы да бір байлаймыз. Ашылып шығып кетпес үшін. Тартып алдық жіптерін. Қай жіппен байланып тұрады. Тарттық, тағы бір байлаймыз. Жерлік кетпес үшін. Енді қараңыздар, бір жіпіміз біздің төбеге қара қалды, я? Төмен түспей төбеге қара қалды. Оны біз крючокпен бет жағына шығарып алыңыздар. И сосын ортасынан кіргізесіздерді үш жағынан. Ішке қарай алып кетесіздер. Ұштарын бірдей қылып әдемілеп қиып қоясыздар. Осылай байлаймыз. Екінші жағында тура осылайнан байлайсыздар. Жіптерін тартып әдемілеп қойыңыздар. Екінші жағында дәл осылайнан байлап дайындап аласыздар. Сол кезде міне мынандай дайын киіт болады. Енді тәпішкеміздің жоға жағын тоқуға кірісеміз. Ол үшін бізге екі воздушный петля алу керек. Біреу, сосын екеу. Екеу аламыз. Біріншісін емес, одан кейінгі екінші тұрғанға біз столбик без накида тоқимыз. Тоқыдық. Тура осы жерге қайтадан екіншісін тоқимыз. Сосын үшіншісін де үш жерге тоқимыз. Біз айналдырып атырмыз, яғни тәпішкеміздің үшкір бас жағын тоқып атырмыз. Тоқыдық. Енді келесі бетке өтеміз. Бізде мына жақта біреу, екеу болып тұр. Енді тура бұл тесікке емес, осыдан кейінгі тұрған петлямызға бір столбик без накида тоқимыз. Біреу тоқимыз. Өз кішкентай болғаннан кейін кішкене ыңғайсыздау болып тұр. Нені арасынан бірге жасырып кетсем деп отырмын. Арасынан өткізіп алайын. Столбик без накида тоқыдық. Келесі петлямызға прибавка жасаймыз. Мына бізде үшкір басы болады. Қазір былай тоққан кезде көрініп тұрады. Воздушный петля алдық.
біріншіге, так, біреу, и тура осы жерге қайтадан прибавка жасаймыз. Екеу тоқимыз. Сосын бір столбик без накида. Одан кейін прибавка тоқимыз қайтадан. Біреу и екеу. Көрдіңіздер, мына бізде үшкір бас жағы болады. Воздушный петля. Енді қараңыздар, біз қазір біреу, екеу, үшеу, төртеуді оқыдық. Ең соңғыға прибавка жасаймыз. Біреу, екеу. Воздушный петля аламыз, айналдырамыз. Қайтадан біреу. Соңында прибавка жасаватырмыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Енді мына жерге тағы да прибавка жасаймыз. Алтыншысы болды, так, и жетіншісі болды. Жетеу. 8 болғанға дейін прибавка жасаймыз. Себебі бізде табанында жалпақ жерінде 8 столбик без накида тоқылған, иә? Қазір 7 столбик без накида болды. 8-ге дейін тоқимыз. Так, біреу, соңында прибавка жасаймын. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, и жетіншісі. Осы жерге прибавка болып, 8-шісі тоқылады. Осыны тоқимыз. Сосын қараңыздар, енді бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 қатар тоқылыпты. 1, 2, 3, 4, 5, 6 қатар тоқылыпты. Енді алда тағыда мен 9 қатар тоқимын. Сонда менде 15 қатар болу керек. Енді қарайсыздар, мынаның бас жағы, бас жағына жабылу үшін сіздерге қаншалықты қатар керек? Менде 15 қатар керек екен. Қазір тағы бір санап жіберейін. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 қатар тоқимын мен. Сіздерде қарайсыздар, жабылатын жерге дейін қанша қатар тоқу керек? Енді размерлеріңізге байланысты ол әртүрлі болуы мүмкін. Мен 15 қатар тоқимын. Мен тоқып болдым. Қыздар, айта кетейін, егер де сіздер мына кисточкаларыңызды мына жағын колечкаға жасайтын болсаңыздар, онда бір қатар жеткізбей, бірге қосып тоқып кетесіздер, жарай ма? Менде колечка жоқ, осылайынан жіппен жасадым, сондықтан да мен барлығын тоқып алғаннан кейін барып, бүйтіп үстінен орната саламын. Мен қазір көрсетемін сіздерге. Тура бұлайынан орта тұсына қарай, орта тұсына қарай есептейік. 1, 2, 3, 4 петля, 1, 2, 3, 4 петля. Демек, осы примерно осы тұстан алсам. Бірінен бұлайынан петляны бірге алып кетейік. Жіпіміз ортасына кіргенде шығып кетпес үшін. Мен бұлайынан перемычка сияқты тұр ғой, вот соны тесіп шығара салдым. Осы жерден алып шығам. Так, и екінші жағына так. И екіншісін мына жағынан жібіндім. Қараңыздар, бір шетке қарай кет қалмасын, иә? Так, мен бір шетке қарай кет қалды менікі.
осылайынан кіргізіп аласыздар. Тура ортасында тұратындай болу керек. Сосын екінші жағынан осыны жақсылап байлайсыздар. Байлап жіптерін бүйтіп петлялардың арасына жасыра саламыз. Колечкасы жоқ қыздар осылай жасайды. Колечкасы бар қыздар колечкаға кигізіп, тоқып жатқан кезде арасына бірге тоқып кетеді. Так болды, әдемі тұрды. Енді мына жіптерін иінемізбен жасыра саламыз. Түсіріп алайық. Жіптердің арасына жасырып қоямыз. Тігіп тастасаңыздар да болады, шығып кетпесін деп не қылсаңыздар, онда тігіп тастасаңыздар болады. Ал мен тікпеймін. Осылайынан өстіп арасына жасырып қоя салам. Сосын екінші жағындағы жіпін де осылай жасырамыз. Болды, кесічкасын орнатып алдық. Енді тоқи берсек болады ары қарай. Маркер тұрған жерді алып тастаймыз, шетіндегі крючогымызды аламыз, жіпімізді былайынан шығып тұрсын, астына кіріп қалмасын, мен былай шығып тұрсын. Сосын жаңа маркерді алып тастаған жерге крючогымызды кіргіземіз да, былай шығарамыз сол жаққа қарай. Сосын жіп былай арт жағынан келу керек. Так, тұра тұрыңыздар. Мен былайынан жіпті бүйтіп астынан алып алайық, ыңғайсыз болып қалды. Міне астынан былай шығарып алыңыздар жіпті, былай бір шетіне қарай. Шығарып алдық. Мына жерден бірінші жібімізді тоқып аламыз. Тоқып алдық міне осылайынан. Одан кейін ары қарай тоқи береміз. Міне ар тесігінен, мынандай. Мына жақтағы петляларға сәйкес келтіріп, осылай столбик без накида тоқып шығамыз, айналдырып, әдемілеп. Кішкене мешать етеді екен. Не қыздар, осылайынан әдемілеп, айналдырып, столбик без накидамен өстіп тоқып біріктіріп шығамыз. Толық айналдырып тоқып шығамыз. Айналдырып тоқып келдім. Енді мына жерлерін бүйтіп соединительный петлямен тоқып кетеміз. Міне қараңыздар, ең соңғы жағын көрсеткен маркер тұрғанға тоқыдым. Мен 1-2 петля қалды, үшіншіге тоқыдым. Енді соединительный петлямен мына жерлері бүйтіп әдемі болып тұру үшін тоқимыз. Былайынан қараңыздар. Жіптеріңіз бүйтіп теріс бетімен жатса, жоғары қарап, сол кезде ол бүйтіп
Қазір оң бетіне тоқылған кезде бет жағында міне мынандай оң болып түсетін болады. Сондықтан да жіпті алған кезде бүйтіп жіп теріс бетімен жатсын. Теріс бет дегенде міне мынандай оралған бетімен былайынан аспанға қарап, жоғары қарап. Так, мен осы жерде, мына ең соңғыға емес, шығарып аламыз да. Өйткені уже ең соңғысына келіп қапты, ар жақта петля жоқ. Міне, предпоследний, міне соңғы тұр ғой, тоже осындай петля. Осыған дейін жеткен кезде жіпті былай суырып аласыздар да, ең бірінші осындай неміз. Петлямыз басталған жерге, міне астынан кіргізесіздер екеуін. Сосын жіпті шығарып аласыздар. Петляның имитациясын жасаймыз. Одан кейін бүйтіп полный барлық жіптердің астынан кіргізіп, шығарып аласыздар да осы жерден. И сосын астыға қарай алып кетесіздер жіптің бәрін. Сосын мына жерді бүйтіп әдемілеп жөндеп қоясыздар. Міне сол кезде көрдіңіздер ғой, әдемі болып тұр. Мына жіпті үш жағына қарай инемен әдемілеп жасырып қоямыз. Сонымен біздің тапочка мюлейіміз дайын болды. Аяққа өте ыңғайлы тұрады. Мен жаңа мына жағына дейін тоқып келген кезде аяғыма киіп көрдім. Прям ыңғайлы, еще мынау тоқылған болғаннан кейін тоқылған тапочкалар негізі массажный эффектпен жүреді. Аяқтарыңызға өте ыңғайлы, аяқтарыңызды шаршатпайды. Прям күшті. Үйде осындай тапочка киіп жүрсеңіздер қандай күшті, Сіздер де менімен бірге тоқып, өздеріңіздің отзывтарыңызбен бөліссеңіздер болады. Инстаграм парақшама жазылыңыздар, YouTube каналыма жазылыңыздар. Міндетті түрде сіздерге жаңа пайдалы видеолар салып отыратын боламын, қыздар.